шамды сындырып жатқан сияқты. Иә, дұрыс айтасың. Жүріңдер, тоқтатайық. Балалар, мұнда келіңдерші. Достар, неге сындырып жатырсыңдар? Түнде жарықсыз қалай жүрмексіздер? Бұл жарық шамдары ма? Білмеппіз ғой, кешіріңіздерші бізді. Әрине жарық шамдарды. Олар түнде айналаға жарық береді. Мұнда ерсі қылықтарыңды енді қайталамаңдар, достар. Ой, кешіріңдер достар, енді қайталанбайды. Ыңғайсыз болды ау. Кешіріңіздер. Кешіріңіздер, сау болыңыздар. Сау болыңдар. Әли, анау мәдениет үйінде не болып жатыр біліп келші. Үстімдегі киім ыңғайсыз емес пе екен? Айттым ғой, мәдениет орнына адамдар өте әдемі киініп келеді. Саламатсыз ба? Асқар Жұмаділдаев шебер сыныпты осында өткізіп жатыр ма? Жоқ, балақай. Бұл жерде балаларға арналған спектакль басталады. Рахмет. Мұнда жарнамада не жазылған екен? 127-ші мектепте сағат 11-де Асқар ағаның шеберлік сыныбы. Ой, аяқталуға жақын қалыпты ғой. Тездету керек. Не білдің, Али? Мәдениет үйінде спектакль болайын деп жатыр. Ондағы жарнамадан Асқар аға 127-ші мектепте шеберлік сыныбын өткізіп жатқанын біліп келдім. Мынау керемет болды ғой. Көктен іздегеніміз жерден табылды. Жүріңдер тездетіп барайық. Жүгіру керек, тез. Үлгеру керек, тез. Саламатсыздар ма? 127-ші мектеп осы жақта ма? Бақытты болыңдар, балалар. Балақайлар. Мектеп бұл жақта емес. Бұл жақта уран өндірісінің орындары бар. Уран дейсіз бе? Ол туралы айтып бересіз бе? Аймақта ең алғаш уран өндірісі 1983 жылы басталды. Шиел ауданы аумағында Қарамұрын кеніші ашылып, Ру-6 кәсіпорны құрылды. Қызық екен, рахмет. Аға, бізге 127-ші мектеп керек еді. Мектептеріңе қарсы көшеден өтіп барасыңдар. Сендер де адамды адастырып. Сен үнемі кінәні өзіңнен емес, біреуден іздейді екенсің. Өзіңнен кінәні іздеп үйрен. Сол кезде сәтсіздікке ұшырамайтын боласың. Ой, я, тездетейікші. Осы мектеп болу керек. Тезірек ішке кірейік, осында сияқты. Саламатсыз ба, Асқар аға? Сізбен кездескенімізге қуаныштымыз. Өзіңізге өтінішіміз бар. Бізге білім кілті керек болып тұр. Үлкен азамат болыңдар, балалар. Ниеттерің дұрыс екен. Білім кілті менде. Бірақ өздерің білетіндей, мен білім кілтін бірден бере салмаймын. Оны еңбекпен алу керек. Не істейік? Мына жерді тазалау керек пе? Жоқ, тазалықта жақсы. Бірақ менің тапсырмам басқаша. Үшеуіңе 3 тапсырма. Сендерде 2 сағат уақыт бар. Осы уақыт ішінде маған қазақтың салт дәстүрі, ұлттық ойындары және осы шиелі туралы деректер жинап әкеліңдер. Тағы бір шартым, ол деректерді ғаламтордан көшіруге болмайды. Өз еңбектеріңмен ізденіп табыңдар. Оны қайдан тапсақ екен? Әрине, кітапханаға бару керек, үлгеру керек, достар. Кеттік ендеше. Достар, алға, шаршама, талма. Мен кітапханада болып көрмеппін. Кітаптар көп шығар онда, я? Әрине, аты айтып тұрғандай. Міне, келдік кітапханаға. Апай, біз өте асығыспыз. Бізге қазақтың салт дәстүрлері, шиелі туралы және ұлттық ойындар туралы деректер керек. Қайырлы күн, балалар. Олар еш жерде қайталанбауы керек, апай. Қазір көрейік. Деректер болуы керек. Рахмет, жүріңдер. Мұнда көп мағлұматтар бар екен. Қандай қызықты деректер. Достар, уақыт болып қалған сияқты. Асқар аға уәдені бұзған балаларды ұнатпайды. Я, уақыт боп қапты ғой, тезірек шығайық.
О, келіп қалдыңдар ма балақайлар? Дұрыс, уәдеде тұрдыңдар. Мен сендер сияқты балаларды жақсы көремін. Қане, қайсың бастайсың? Мен сізге Шиелі туралы деректерді айтып берейін. Шиелі ауданы 1928 жылы қыркүйек айында құрылған. Аудан орталығы Шиелі кенті. Шиелі өңірі ежелгі Сырдария бойындағы киелі мекен. Шығысында 6 алашқа белгілі Сығанақ, Бестам шаһары, теріскейінде Қарт Қаратау жатыр. Одан әрі арқадан бастау алған Сарысу өзені, Таңбалы тас тұр. Атақты Телекөл де осы өңірде. Төл тарихымыздың алтын тармағы саналған, аттары аңызға айналған 7 әулие Оқшата, Асан ата, Исабыз әулие, Ғайып ата, Бала би, Досбол би, Қыш ата осы қасиетті топырақта мәңгілік мекендерін тапқан. Халқына жерүйік іздеген Асан Қайғы бабамыздың бейіті де осы өлкеде. Шиелі өңірінде өзінің жанкешті еңбегімен елінің де өзінің де даңқын шығарған даңғайыр дихан Ыбырай Жақаев бар. Ыбырай атамыз дала академигі атанған. Тағы бір қызық дерек, 1940 жылы 14 мың кетпен қатысқан Шиелі каналының қазылуы. Сонымен қатар көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Түркістан автономиясының алғаш президенті Мұстафа Шоқай, атақты ғалым Шахмардан Есенов, ұлы жазушы Әбілда Тәжібаев, сыр сүлейі белгілі композитор Нартай Бекежанов ғасыр адамы атағына ие болды. Ғұлама ғалым Әуелбек Қоңыратбаев, профессор Алма Қыраубаева, әйгілі өнер иесі Мейірман Нұрекеев, танымал журналист Нұртөре Жүсіп сынды жерлестеріміз ел мақтанышы. Аудан бойынша 47 тарихи сәулет ескерткіш Дұрыс, жақсы ізденіпсің, жарайсың. Келесі кім? Мен сізге қазақтың салт дәстүрі туралы айтып берейін. Мысалы, балаға ат қою. Бала дүниеге келгеннен кейін ата-анасы мен әжесі немесе ауыл ақсақалы балаға ат қояды. Ат қоюшы адам баланың құлағына атын айтады. Мысалы, сенің атың Мәди, сенің атың Мәди, сенің атың Мәди. Жеті ата, жеті атасын білмеген жетесіз. Әр адам жеті атаға дейін жақын туыс саналады. Қазақ халқы жеті атаға дейін қыз алыспаған. Жеті ата әкеден төмен емес, жоғары таратылады. Олай болса жеті ата бала, әке, ата, арғы ата, баба, төп ата, тек ата. Жеті атаны тарату осылай жіктеледі. Қандай керемет. Міне көрдіңдер ма? Қанша білім жинағансыңдар. Дұрыс. Келесі кім? Мен ұлттық ойындар туралы айтып көрейін. Қазақ халқының ертеден қалыптасқан, атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойын сауық түрлері бар. Зер салып байқап отырсақ, ол ойын сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс тіршілігіне тығыз байланысты туған екен. Және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке, тағы басқа әдемі адамгершілік қасиеттерге баулуға бағытталған. Балалар, сендер мені таңғалдырдыңдар. Елімізде өздерің сияқты ақылды, білімді еңбекқор өрендер өсіп келе жатқанына мен қуаныштымын. Міне, білім кілтін ала қойыңдар. Бұл кілт енді сендердікі. Алар асуларың биік болсын. Рахмет Асқар ағай. Сізбен бірге естелік суретке түссек болады ма? Әрине, келіңдер, бірге түсейік. Тағы бір рет, қазір, енді бұлай түсірейін, енді бұлай. Мәди қарағым, суретке көп түсірдің, саған ризамыз. Сау болыңыз, жақсы күндерде жолыққанша. Жолдарың болсын балаларым. Білім кілтін алдық. Бұл жұмысты Неге? Хат па? Тағы хат келді ғой. Ендігі нүктеміз Сырдария ауданы екен. Кеттік ендеше, неге тұрмыз? Мен осында құс фабрикасын барын білемін. Мүмкін сол жаққа барып жұмыртқа жеп алармыз. кеттік ендеше. Мына жер қызық екен, қандай үлкен, бәрі өз-өзінен жасалыпты. Тауықтар не деген көп. Жұмыртқалар анда екен. Саламатсыз ба тәте? Бізге жұмыртқа беріңізші. Сәлем балақайлар, жұмыртқа жеуге келдіңдер ме? Дұрыс жасадыңдар, жұмыртқа өте пайдалы. Осы жұмыртқаларды қазір сендерге дайындап береді. Рахмет тәте.
шынымен дәмді екен, иә? дәмді әрі пайдалы ас болды бізге. Мыналар әлі жүрме, көздерін құртыңдар деп ем ғой сендерге. Дереу бірдеңе ойлап табыңдар. Балақайлар, бәлелер, осында жүр екенсіңдер ғой. Өздерің бір тыныш отырмайды екенсіңдер. Менің түрім мынау. Ой, қандай қорқынышты! Жеп қояр ма екен бізді, а? Қорықпа ару, біз біргеміз ғой. Сендерге айтам, неге алтын кілтті іздей бересіңдер, а? Кілт кеткелі қартайып кеттім. Ендеше әже, сол кілтті тауып әкелейік. Сіз қайта жасарасыз ғой? Дұрыс айтасыңдар. Қандай жақсы балалар. Мені әже деп атадыңдар. Сендерге қандай көмек керек, а? Әже, біз Сырдарияға баруымыз керек. Ол тіпті де қиын емес. Жақын қалдыңдар ғой. Келіңдер машинаға. Ойбай. Сыпырғыма, мініңдер. Апарып тастайын Сырдарияға. Сыпырғым салмақты. Сырдарияға тас